Армысыздар, қазақ елі. Тән мен жан тазалығы тақырыптың жалғасы. Жақсы мінез, әдепті қылық, көркем сөз әрбір адам баласының иманның белгісі болып, әдет-ғұрыпқа, салт-дәстүрге байланысты жасаған амалдары жүректің қалауы, яғни шүкіршілік деп жаратушыға деген рахмет, яғни ғибадат амалдарына жатады. Ал өз ана тілінен жеріп өзге елдің салтына құмар болып, солай әрекеттер, амалдар жасап жаратушының берген сынағына іштей ашықтай қарсылық білдірумен күпірлікті, күмәндерді туындатады. Қандай да діннің негізгі мақсаты өзіне тән ғайыптық елінді тауып, адамдық парасаттылық, зайырлыққа жетіп, құдайлық сипатқа қосылу. Сондықтан шүкір Алланың өзіне, туысқандарына, еліне, жеріне, Алланың берген үнемі беріп тұратын нығметтеріне амалдар арқылы ризашылық білдіру. Ал тәубе деп өз жеке басыңа ғана емес, өз әулетіңнің, туған туыстарының, өзің ілгері кейінгі ұрпақтық байланыстағы жасаған күнәрапа қателіктеріңе бұйырған салт дәстүрлік амалдар арқылы ғана және жаратушы тарапынан беріліп жатқан, үнемі беріліп тұрған түстер, аяндар, уақиғалар, нұсқауларға сәйкестікті, кешірім сұрау, сабыр қуатын қолдау сұрау амалдары болып табылады. Осы сатылардан өткен жағдайда ғана сабыр қуатын меңгеріп, яғни тақуалықты, Аллаға жақындауға болатынын ескерткен пайғамбарымыз. Ал зікір амалдарының, яғни Алланың көркем есімдері, құдайлық қасиеттерді, нұсқауларды орындаудың өзіндік дәрежесі, пенденің иман дәрежесіне қарай орындау шарттары жеке-жеке беріліп, аямен көрсетіліп отырады. Зікір тән, жан тазалығының теңдігін қалыптастыру амалдарының бірі болып, орынсыз шамасын, шегін, заман, үн, тіл өзгеріс, даму заңдылығына сай беріліп тұратын орындалу тәртібінсіз заңға кері әсер тигізетін шүбәсіз. Сондықтан шәкәрім атамыз сарынға жастар салмасын, кәпір жын келіп қалмасын деп ескерткен. Енді осы жоғарғыда мәселелерге жеке-жеке тоқталып, қоғамдағы құбылыстармен өзімізді салыстырып көрсек. Ақылдылық белгісі сөзбен, яғни сөйлеу мәнерімен, үннің әвезділігімен, сөздің мәнімен анықталады. Адам баласында 2 үн, 5 дауысты, 8 дыбысқа әвезге айналдыруға жаратылыстан тағдырға жазылған. Оның да жұптық-тақтық мәні болып, Құранда көрсеткен 30 пара осы белгіні қуатты ескертеді. Бір үн ананың сүтімен, қанымен келсе, екінші үн еркек ұрығымен судың үні болып, оған ішім, жем, азық арқылы келетін дауысты, дауыссыз сыбырларды қосамыз да сөз болып, адам екенімізді жан жағымызға паш етеміз. Сондықтан адамзатқа келер негізгі қатер басқа бәле тілден дегендей, адамзат негізінен сөзден, мінездік белгіден бастап жаратса, қалай сөйлеуге, тілдік үнге байланысты нәсілдік, жыныстық, ұлттық қоғамдағы орынның тіптен мінез құлқын аңғаруға болады. Әйел сөзінен бал тамып, еркек сөзінен май тамып тұрса, ақылдықтың белгісі деп біліңіз. Керісінше, әртүрлі шала атаулармен, теріс ұғымдармен, аралас сөздермен, тек ішіп, жем, қозғалыс, нәпсілік көз қарастарды оңай білдіретін сөздермен сөйлейтіндер мақтаншақ болмаса сыңар езулер деп аталып, сырты адам, ішкі денесі надан деп біліңіз. Пайғамбарымыз ескерткендей, 3 рет анаға құрмет деп айтқандай, осы 3 рет анаға құрмет дегенді түсіндіретін болсақ, біріншісі ана тілі, екіншісі жер ана, отан, мемлекет, үшіншісі ана сүтімен дарыған қасиетін тәрбиеңе, елдік белгіне,
ананың сөзі ақылның үнемі есте ұстау болар. Ана тілінің, жердің, елдің, ананың үні дегенді білдіріп отыр. Төртіншіден, әкең сенің аспаның, азық берген табиғи ортаң. Адам атадан бері қалыптасып келе жатқан сөзің, әдет-ғұрпың, нәсілдік тектік билігің, отанның, оттың үні. Ана тілің туып өскен жеріңнің ішкі сарайы, еліңнің яғни қанның тазалығының белгісін берсе, әке рулық жалғау, адамдық бекзаттық тегінің көрсеткіші. Сондықтан осы ұстанымдарды өзіндік тілдік шеңберінде Алла тарапынан түскен нұсқаулар мен қасиетті кітаптар негізінде ғылым мен білім мен ақыл шеңберін тылсым үнін тыңдап, бұйырған сәжде амалдарын орындау арқылы кеңейтіп отыру қажет. Тіл екі белгіден тұрады. Оның көлемдік ендік шекарасын сөздің атауларының қорымен белгіленіп, ұлттық шекарамыздың көлемі ана тіліне байланысты. Сөздік белгіміз өрісінің таралу белгісін бал-бал тастармен бекіткен. Ал адам атадан бастап жаратушыдан берілген көркем атаулардың аттарға, есімдерге байланысты ана тілімізге, үндестігімізге сіңірген көркем сөздік қорымыз, рухымыз, аспанымызды биіктетіп, жер бетіндегі астындағы табиғат байлықтары мен халықтың неспесін толықтырып отырады. Аспанымыз рух, жеріміз және нәсіл еліміздің ұрық деп белгілейміз. Осы рухымызды сіңіріп, рухымызды, нәсілдік ұрығымызды жетілдіру үшін тәңірлік 5 қуатты меңгеруіміз керек. Сондықтан Абай атамыз 5 қуаттың бәрінде де өнерге салар бар күшің деп ескерткендей, адамзатқа ұлтына үмбеттік ерекшелігіне сай берілген, түсірілген жол жобасы осы 5 қуатты меңгеріп және көрінбейтін, көрінетін жаратылыс нәрселерін ақылға басқартып, сабыр атты қуатқа түрлендіруіміз керек. Бірақ сабырдың, кемелдік ақылдың негізгі басты жауы да бар. Жаратылыс басынан ақ пен қараның қатар жүретіндей, әрбір жаратылыс нәрсесінің қарсылығы соған байланысты көмекшісі үні, дауысы болады. Ақыл ақтан басталып, басты жауы жуан дауыс, айға, яғни ашу, ыза, қаһар деп белгілейміз. Бұл адам бойындағы басты пенделік, күншілдік атты сезімін жынға айналдырып, көкке көтеріп, аспандатып әкететін ерекше күш, ызақорлық, тәннің ластануынан, ұяттық сезімнің әлсіреуінен, тәрбиенің жетімсіздігінен, дінсіздіктен пайда болатын жалпы халыққа ортақ қылық. Ызақорды кімнің келер көргісі, ашу, ыза ақымақтықтың белгісі деп ақын Жүсіп Баласағұн айтқандай, ызақор пенде түбінде бір ақымақтық іске, өкінішке ұрынатыны даусыз. Әулие-әмбиелеріміз заманда тойсаң тауа қыл деп, құдайсыз құрайда сынбайды деп, қонағын құдайындай сыйлап, барымен бөлісіп, жетім жесірдің намысын жатқа былғатпаған ер қазақтың бабаларымыз. Қазіргі ұрпақтарында жалған намыс, күншілдік пен ашу деген індет дерті жайлап алған жайы бар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.